Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханға ұсынылатын ең дәмді және оңай жасалынатын майонезсіз жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Қоспасында бауыр қосылады және өте оңай жолмен дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай қойдың немесе жылқының, сиырдың бауыры қажет болады. Жақсылап жуып, осындай кубиктап, төрт бұрыш қылып турап алсаңыздар болды. Қызып тұрған майға осы бауырымызды жақсылап тұрып, шамамен 10 минуттай қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде май қатты қызып тұру керек. Жақсылап араластырып, бетін жаппаймыз. Дәміне қарай кішкене ғана тұз салып және чеснок салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Бауырымыз дайын болғанша басқа қоспаларын дайындаймыз. Осындай қияр, яғни огурцты жұқа етіп 3 бөлікке бөліп, бірінің үстіне бірін қойып, ұзынша етіп тураймыз. Светофор деп аталынатын осындай бұрышымыз, яғни тәтті бұрышымызды да дәл осылай ұзынша қылып турап аламыз. Егер сіздер басқаша турағыларыңыз келсе, онда да өздеріңіздің қалауларыңыз. Біздің бауырымыз шамамен 10 минуттай жақсылап тұрып қуырылды. Міндетті түрде теркадан өткізіп, сарымсақ қосуды ұмытпаңыздар. Жақсылап барлығын майда қуырып аламыз. 10 минут қуырылса жеткілікті. Қатты қуырып жіберсеңіздер, ол қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан 10 минут қуырып алыңыздар. Және бізге осындай өте тұздалған, майда болып тұздалған огурцы қажет болады. Енді салаттың барлығын жинақтаймыз. Осындай таза терең ыдысымызға жаңағы тураған огурцы, тәтті бұрышымызды саламыз. Жаңа сіздерге көрсеткен осындай огурцыды алып пайдаланыңыздар. Сонда көрінісі өте әдемі болады. Бұны ешқандай кеспейміз, дәл осы күйі саламыз. Яғни бұның формасы кішкентай. Осы кезде менде видеода түспей қалыпты. Осындай тұз пайдаланыңыздар және паприка пайдаланыңыздар. Жаңағы біздің тұздалып дайындалған бауырымызды бірден суымен толықтай қосып жібереміз. Дәл осы жері менде видеоға өкінішке орай түспей қалыпты. Жақсылап тұрып араластырамыз. Жаңа мен айтқан тұзды және паприканы қосасыздар. Басқа еш нәрсенің керегі жоқ. Әсемдік ретінде черчилді бетіне осылай қойсаңыздар да болады, қоймай дәл осы күйі дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Өте дәмді, керемет салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар.